Достар, дәл қазір мен пәтердің ішкі бөлігінде тұрмын, яғни қонақ қабылдау бөлмесіндеміз. Енді толығымен өзім таныстырып шығайын. Бұл бізде қонақ қабылдау бөлмесі, жаңа айтып өткендегідей, қонақ қабылдау бөлмесінің жанында лоджия орналасқан. Қабырғаларын көрдіңіздер, қабырғаласы арнайы жақпамен жағылған, едені пәтерде, барлық бөлмеде де паркет. Бұл пәтердің кіреберіс бөлігі, яғни осы жерден пәтерге қарай кіреміз. Киімді шешуге, аяқ киім шешуге арналған орын. Мынау коридор. Мына бөлікте бірінші жатын бөлме орналасқан. Мына бөлікте екінші жатын бөлме орналасқан. Айта кетейін, жиһаздардың көпшілігі дерлік қалады. Мынау бізде ваннамыз, іші толығымен кафелденген. Және мына бөлікте туалет орналасқан. Енді ас бөлмеге қарай өтейік. Ас бөлменің ішкі көрінісі. Дәл осы пәтерді сатып алуға байланысты сұрақтарыңыз болса, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар.